факультет студенттерінің белсенділігін арттыру, шығармашыл тұлға қалыптастыру мақсатында кәсіптік білім кафедрасының техникалық ғылым магистрі, аға оқытушысы, Қазақстан Республикасының Евразиялық дизайнерлер одағының мүшесі Бекешова Ұлжан Нұғманқызының Кашкари атты этно топтамасының дебют шоу атты жеке шығармашылық сән көрсетілімін назарларыңызға ұсынамыз. Студенттерге материалдарды өңдеу, киім дизайны, тігін бұйымдарын модельдеу пәндерінен дәріс береді.
Гүлжан Нұрманқызы мынандай бір тамаша кешті өткізуіңізбен, өзіңіздің осындай тамаша киім топтамасын елге паш етіп ұсынғаныңызбен шын жүректен сізді құттықтаймыз. Етіп жатқан еңбегіңіз берекелі болып, оқытып жатқан шәкірттеріңіз өзіңізден де 10 есе асып түсіп, елімізге көптеген тамаша дизайнерлер пайда болсын деген біздің тілегіміз бар. Сізге осында отырған қыздарымыздың көбісіне ұнаған сияқты, қыздардың әдемі болып жатқанда костюмдердің концепциясын өзіміз қазір киіп кете берсек те болатын сияқты да. Сол себептен жалпы осындай дәстүрлі дүниені, орталық Азияның мәдениетін, қазақтың мәдениетін шығарып, елге паш етіп, одан бетер жаңағыдай қоғамдағы рөлін арттырып жатқаныңызға көп рахмет. Жаңағыдай өнерлі адамдар бізде қоғамда көп, бірақ 2001-де осындай дүние қолынан келе бермейді. Сізге тағы да сәттілік тілеуге рұқсат етіңіз. Одан кейін жалпы мына топтамаларды ары қарай да біздің қыздарымызды бөлек-бөлек суретке түсіріп, сіздің әдемі көйлектеріңізді киіп тұрған әдемі журналын жасап, мүмкіндік болса, бұдан да жоғарырақ сахналарда көрсете алсақ деген сізге бір өтінішіміз бар. Сол жағынан университет өз қолдауын көрсетуге дайын. Сізге тағы да сәттілік тілеп, еңбегіңіз ары қарай жана берсін деп айтқымыз келеді. Мынау Ұлжан ханымның несін көріп отырсыздар, өздеріңіз қыздарды өзінің жеке коллекциясы бар. Негізі 1 жыл бұрын айтқан еді, осындай бір коллекция шығарса қайтеді, қайтып істесек болады деген сияқты. Негізі біз ойлаған едік, бір үлкен подиумға шығарып, үлкен подиумнан ары қарай басқа бәрі елдерге, осы Қазақстанда тек қана осы кішкентай ғана 200 адамға сиятын залда емес, бір үлкен залдарда көрсетсек деген арман еді. Мынау басы ғана деп ойлаймын, Ұлжан ханым, сізге творчестволық сәттілік тілеймін.